1991 жылдың 16 желтоқсаны барша қазақстандықтар үшін тәуелсіздігіміздің туы көкте желбіреп, бақытқа кенелген мерейлі күн болды. Азаттықты аңсаған ел арманына қол жеткізген, жылы қуанышты қуанышқа жалғап, мен елім үшін, жерім үшін тудым дегендей қаншама сәби дүние есігін ашты. Міне, сол сәбилер осы күні тәуелсіздігімізбен бірге өсіп, болашаққа бірге қадам басып келеді. Еліміз тәуелсіздік алған жылы дүниеге келген перзенттер бүгінде орда бұзар жасқа келді. Өз тағдырларының тізгінін өз қолдарына алған жастар қазір ел дамуына үлес қосып, түрлі салада еңбек етіп жүр. Мемлекеттің де жастар үшін туғызған мүмкіндігі мол. Біздің фильмімізге егемен еліміздің өркендеуіне аянбай қызмет етіп жүрген тәуелсіздік құрдастарының еңбек жолдары арқау болмақ. Меня зовут Лейла Кшпекова. Я являюсь ровесницей независимости. Я родилась в 1990 году в преддверии знаменательного события 1991 года, когда, собственно говоря, была провозглашена независимость нашей республики. В консерватории у меня связано только самые теплые воспоминания, так как в период обучения я, можно сказать, повысила свой профессиональный уровень. Участвовала на международном конкурсе в 2011 году, который проходил во Франции, в городе Париж, где я заняла первое место. Также я параллельно, помимо фортепиано, занималась органом и тоже успела поучаствовать на международном конкурсе органистов, где тоже заняла почетное место. Бәріне сәлем. Менің есімім Нұрсұлтан. Мен Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының вокал, дирижерлау және музыкалық білім беру факультетінің дирижерлау кафедрасының ұстазымын. Дауыс қою пәнінен білім берем. Ұстаздықпен қатар өзімнің жеке шығармашылығымды тастамауға тырысам. Қалалық, республикалық, халықаралық деңгейдегі іс-шараларға белсенді түрде қатысып тұрамын. ақш-тағы Нью-Йорк қаласында өнер көрсеттік. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күніне орай Польшадағы Варшава қалаларында, Чехиядағы Прага қаласында және Будапешттегі Венгриядағы Будапешт қаласында өнер көрсеттік. Қазақстан туын көкке көтердік. Тәуелсіз Қазақстанда туылдым. Әр қадамым тәуелсіз Қазақстанда басылған. Мектепті де алсақ та, жаңағы жұмыс орнында алсақ та, бәрі осы өмірдегі жолымның бәрі тәуелсіз Қазақстанның арқасында деп білем. Адам өмірі мәңгі болмаса да, еліміздің тәуелсіздігі мәңгі болсын. Құрметті қазақстандықтар, сіздерді тәуелсіздігіміздің 30 жыл мерейтойымен құттықтаймын. Елімізге тыныштық, халқымызға амандық тілеймін. Мен патриотпын. Я патриот своей страны. Мен патриотпын. Я патриот своей страны.